Шынында Жафарга көп нәрсени унутууга, көптөгөн жаңылыктарды үйрөнүүгө туура келди. Ол мал багууду билмейтин эди. Ол үчүн кожасынан, баскаруучудан жана өзүнөн үлкөн бакташчылардан талай ирет таяк жеди. Букадан коркатын. Ол үшүндө таяк жеди. Шаршап калжырагандыктан далада уктап калып, койлор өз бети менен тарап бөлүнүп кеткенде де таяк жеди. Өз үйүндө жүргөндө Жафар эч качан кыр жууган эмес, сондуктан ол биттеп кеткенде өлерди этип сабап соккага жыгып, ол 3 күн тура алмай өз кийизинин үстүндө жатканда түнгө карай сандырактап чыкканда кожасы өлүп калама деп коркуп, будан ары карай катты урмоого буйрук берди. Кыр жууду биртиндеп үйрөнүп алды. Ол көйлөгүн башка малчылар сыяктуу сейрек кийди. Кыдырып кайтууга жибергенде гана кийет. Биртиндеп белин айналдыра түспейтиндей этип эшки терисин байлап алууду да үйрөндү. Терге малынган кыр көйлекпен жүргөндөн көрө мүлдө жалаңаш жүргөн жакшы эди. Бирок өзүнө тааныш көмөкчү малчыларды көргөндө уялгандан жерге кирип кете жаздайтын. Башкалардын баары оны энди жартылай жабайы бәдуинге айналып кетипти го деп ойлойтун сыяктуу мазалайтын. Алгачкы айларда Жафардын жанын кыйнаган күн көзү болду. Анда-санда көйлекчең жүрүү жана оны мүлдө киймөө экөөнүн арасында айырмачылык жер менен көктөй эди. Барлык денеси күнгө күйүп кетти, териси күлдүрөп, ашыйтын жарага айналды. Абден кыйналып калжыраган жас өспүрүм баланы түнгө карай безгек силкиледи. Денеси күйүп жанып ауырсынгандан көз илмей чыкты. Бээрине де шыдар эди, бирок шежесин ойлогонда маскара болуп абден сокку жеди-ау. Азыр ана дүйнөгө кеткен шежесин ойлогонда еңирип жылаудан өзүн азир токтотот. Бирөө байкап калмасын деп бармагын тистеп шөп арасына тыга түшөт. Касыреттен буулугуп өлүксү келет. Тезирээк өлүмдү тилейт, шешесине кеткиси келет. Сыбызгы най түйүнчөгүнүн түбүндө жатыр. Уну көйлегине жакшылап орап койгон. Оган тийискен жок, тийисүүгө мүмкүндүгү де, хали де жок. Баарынын кудурети махабат, ол баарын да жеңеди. Биз эндиги аңгемемизди сол махабат жөнүндө баяндайбыз. Махабаттан күчтүү убакыт гана баарин да жеңетін, баарин да басынан өткүзөтүн убакыт. Эгер убакыт кайгыны көтөрө алмаса, онда бүкүл жер бетин өзүн өзү өлтүрүүчүлөрдүн зираты басып, касырет каптап кеткен болар эди. Будан 4 жыл өттү. Жафар аман калды, өлген жок. Ол 17 жашка толду. Оны башкалардын уруду койганына да көп болду. Кең жауырунду, узун бойлуу жаш жигитке энди жолдошторунун эч кайсысы кол көтөрө алмайтын болду. Жафардын өзү да төбөлөстү унатпайтын. Өзүн ренжиткенге түйүлүп жудурун көрсөтсө болду, каршыласы ары карай урсуудан кашкактай баштайтын. Кожасы да оң кол көтөрүүнү койгон. Карыны кампыйган, аласа бойлуу жана өзү картая баштаган адамдын өзүнөн 2 эседей узунда каруулуу жигитке колу көтөрүлмөйдү. Мал саудагеринин төбөлөсү оюнда да жок. Ол Жафарды кымбат малчы санайды. Өткөн Жафар зерек, өзүн өтө жакшы биледи. Жаш жигит күн менен бауырлашып, досташып кетти. Ол каш шоудан энди биртиндеп кайрымдуу доска айналды. Кыс болсо Жафар алашапанын качан чечүүгө болатын тагатсыздана күтөдү. Онун абден күйгөн денеси 9 ай бою күн көз менен аймаласып өтөдү. Теп-тегиз сымбатты денесине зайтун майын жагып койгондой жылтылдайды. Жафардын дени таза, мыгым болуп өстү. Ол эт дегенди көрмөйдү. Малчыларга, асиресе көмөкчү малчыларга эт берилмейди. Онун эсесине сүттү канча кажет болсо сонча ичти. Ырымшык, май дегенин де жеткиликтүү болду. Ал кожасы нанды аямайтын. Саудагердин мындай карапайым эсеби бар эди. Сүт өзүнүкү, бидай өзүнүкү, ал акча болсо өзүнүкү эмес. Сондуктан акчаны мүмкүндүгүнчө аз төлөдү. Малчылар эсирип кетпесин, сөйтүп башка бирөөгө кетип калмасын деп ойлоду. Кийде Жафар катты кыйналып жүрдү. Эски алашапаны кичирейип калганда жаңасын сатып алуу үчүн бир нече ай бою тийин жыйнады. Сөйтүп жаңа кепсте сатып алды. Оны және көйлегин мереке күндөрү гана киетін. Жумуш күндөрү кыстын өзүндө жабыскак салкын балчыкты жалаң аяк кешип жүрөт. Кыстыгүнү кийде жауын суу жердин бетинде кабырчактанып муз болуп катат. Ондай күндөр Жафар өрүстөн тоңуп, ызаланып кайтады. Кыскы жауын жашынды салкын күндөр узакка бирок созулмайды. Көп узамай күн кайта кызып, онун жеңисин мерекелегендей дала килем тигиндей кулпуруп, алтындай саргалдактар каптайды. Одан кийин алаулаган кызгалдактарга кезек келеді. Жыңгыл бутасы алыстан гүлдөп турган сейренге окшойду. Кайыршыдай жалаң аяк бакташы бала дала менен бирге күнгө, көктемге, жылы жаңбырга кубанады. Ол аркашында сыбызгысын тастамайды. Оны нан, шакпак, жауырын сүйөк салган капшыгына салып алып жүрөдү. Жауырын сүйөктү кожасы дубалап, аят жаздырып берген.
Ол сүйек сиырларды іш тастаудан, қойларды тентек болудан, малшыларды мерезден қорғайтын аса сенімді бойтұмар болып есептеледі. Жас кезінде Жафардың бос уақыты мол болған. Әсіресе қой бағу тыныш еді. Далада әр жерде отар-отар қойлар жатады. Оларға атыстан қарап сыбызғысын ойнап жатады. Қойлар төселген ақ киіз сияқты. Бірақ есекке мінген бақылаушылар таңертеңнен кешке дейін жайылымды аралап жүреді. Өз отарынан айырылып қалған қойшы болса келістіріп тұрып жазасын береді. Бақылаушы дегендер хайуанды да, адамды да қалай сабауды біледі. Жафар өсіп бұғанас қатқаннан бері ондай жазаға ұшыраған емес. Жаздағы аптап кезінде, январь айындағы жауын-шашынды суық кезде оның айырылмас досы осы сыбызғысы болды. Өзінің алғашқы әуеннің дүниеге келген күні Жафардың мәңгі есінде қалды. Ол кезде ол 16 жасқа қарай аяқ басқан кезі еді. Келесі өлеңі шешесі жөнінде болды. Жафар көптен бері жылаған жоқ. Уақыт оның қасіретін біртіндеп басып ұмыттыра бастаған. Ен далада сыбызғы сарнаған кезде өткен өмірі есіне келіп көзіне жас құйылды. Сыбызғыда зар еңіреді. Бұдан кейін анасы Айшаның ұлына деген махаббатын, ұлын аймалап еркелетуін әндетті. Сыбызғыдан Айшаның ақырын басқан аяқ дыбысы естіледі. Шапаны сусылдайды. Алуан түрлі үндер бірін-бірі алмастырып, араласып ән болып төгіледі. Төсегінде ұйықтап бара жатқан баласын әлдилеп, аялап әуеніне басады. Соңында анасының өз жөнінде тағы айтылады. Жафар шешесінің тірі емес екеніне сенетін. Сондықтан оның жоқтауын да сыбызғы үнмен айтты. Ол мұң басқан қасіретті қаралы үн еді. Өзінің көз жасындай ыстық лебіде болатын. Басқа жұрттың көзінше жас ұлан шешесі жөніндегі туысын ешқашан ойнамайтын. Ал өзінің жақындары жоқ еді. Махаббат арманы едәуір қатайып өсіп жұмысына дағдыланғаннан кейін пайда болды. Жас ұланның қаны тасыды. Қайдағы бір түсініксізде қуанышты, ұзаққа созылған рақат түстер көретін болды. Жафар қой артында жүріп осы түстерді жөнінде қысқа өлеңдер құрастырды. Алғашында бұл өлеңдер өзіне қымбат көрінді. Оларды жиі-жиі қайталап ойнап жүрді. Ақыр аяғында бәрін де ұмытып қалды. Оларды басқа түстер, басқа өлеңдер ығыстырып шығарды. Оларды тұманданған түсініксіз нәрсе ынтыққан денеге, әйел денесіне айналды. Жафар ұзақ күн бойы әйелді армандайтын болды. Ал түнде оған әйелдердің өзі келеді. Қуанышпен келіп денесін қоздырады. Жанын тырналайды, қуаныш ұятсыздық жасайды. Әйел оның қасына келіп киіздің үстінде бірге жатады. Ләззат алу, рақаттану күшейе арта түседі. Шыдатпас шаттыққа айналады. Ол бірде дауыл екпініндей болып келсе, бірде бәсеңдеп басылады. Бірде өрттей лаулап қайта жанады. Таңертең жас жігіт басы ауырып оянады, шаршап тұнжырап тұрады. Ол өзінің түнгі тауқымет жөнінде ешкімге айта алмайды, бірақ өзінен ересек жігіттер себебін біледі. Олар Жафарды анайы түрде мазақтайды. Олардың бәрі де Жафар сияқты бойдақ кедей еді. Бәрі де әйелді армандайды, бірақ әйелге қолдары жетпейді. Мұсылмандар қазіргідей әйелдер мен қыздарын көздің қарашығындай қорғайды. Еврейлер де солай істейді. Христиандар бұл жөнінде оншама қатал емес. Олардың бір сектасы тіпті әйелдер өмірінде ең болмаса бір рет қиянат жасап кінәлі болуға тиіс. Өйткені кінәсіз өкініш опық жеу деген болмайды. Жаздым, жаңылдым деп райдан қайтпайынша күнәһарлығың кешірілмейді дейтін көрінеді. Бұл сектаның әйелдері бақуатты адамдармен байланысып күнәһарлықты солармен жасауды дұрыс көреді. Жафарды белгісіз жұмбақ, қорқынышты да ләззатты әйел денесі шырмап алды. Ол сарайда қожасының алмұрт ағаштар өскен бағында көбінесе сонда ұйықтайтын. Жалғыз қалып армандай бастаса болды, ойынан әйел кетпейді. Жүрегінде әйелден өзгеге орын табылмайды. Мұндай кезде Жафар сыбызғысын алады да жанын жеген ғажап жаратылысты әйел шақыра бастайды. Сыбызғыдан жалынышты айқай, келе көр деген шақырту үні естіледі. Бұдан кейін оны кездесу сәтінде тітіркене дірілдейді. Құштарлана аймалағандай алқынады. Емірене жабысып, талықсый балқып, есінен танардай ыңырсу естіледі. Сонымен сыбызғы үні тынышталады, басылады. Кәрісі болсын, жасы болсын, әрбір араб сияқты Жафар да ертегіні ұнататын. Міне, әйел де Жафарға ертегідегідей жалт-жұлт еткен орамал жамылып келеді. Ол музыканттың алдына тоқтап, бетін ашады. Жафар әйелдің ұшқын шашын күлімдеген көздеріне, уыздай үлбіреген бетіне
Сүюді күтіп тұрған оймақ аузына қарайды. Сыбызғы әйелдің сұлулығын мадақтап қуанышта әуенге басады. Өзіне жан біткендей жадырай әндетеді. Жас ұланның саусақтары сарғыш қамысты сипалаумен болады. Бұдан әрі әйелдің жалтылдаған жамылғысы сырғып жерге түседі. Ол анадан туғандай жалаңаш қалады. Оның көз арбайтын мүшелері бұлтиып, сымбатты денесі өзіне тартады. Естен тандыран тықтыра түседі. Әйел күміс білезіктерін сылдырлатып Жафарға жіңішке қолын созады. Сыбызғы шаттықтан шашалып тұншыға жаздайды. Қол ұстасу бақытының күштілігі сондай, сыбызғы әзер тыныс алады. Махаббат арпалысын ыңырси ықылық атқан қуанышты өксікпен аяқтайды. Бұдан ары сұлулық, көркемдік, ләззәті жөнінде баяу әуен жалғасады. Жапардың жұмбақ әуендері жолдастарына әсер етпейді. Іштерін пыстырады. Қожасы да бұл өлеңдерді түсінбейді. Бұл әуендер ғашық болған жігіттерге ұнайды. Әсіресе әйелдер қатты ұнатады. Сыбызғы үнінен балқып армандай бастаған талай әйелдің сүттері тасып төгіліп, ошақ басы иістеніп жатады. Кілем тоқып жатқан жас әйелдер Жафардың сыбызғысын естігенде естерінен танғандай тынып отырып қалады. Оларды бақылаушы кемпірлердің желкелеген жұдырықтары ғана жұмысқа қайта кірісуге себеп қылады. Кейде кемпірлердің өзі де Жафар болашақ қосағын сыбызғымен шақыра бастағанда күрсіне жымияды да немесе көңілдері босап көздеріне жас алады. Егер Жафар өзінің қойшылық кәсібін тастап, үйлену тойларында, керуен сарайларда, базарларда сыбызғысын ойнап, елдің көңілін көтергенде, оның өмірі көңілдірек те еркін, қарны да тоқ болар еді. Бірақ қыстақ халқы қаңғыбас музыканттарды, көз бояушы сиқыршыларды, жылан арбағыштарды ең бір сорлылар деп есептейді. Халық олардың өмірін тамашалап, әуендерін тыңдайды. Кейде мас көздерімен сүзіле қарайды. Оларға ақын да жақсы төлейді. Бірақ аспаптарын арқалап тұрақтамай кезіп жүрген адамға ешкім қызын бермейді. Жафар малшы көмекшілігінен көтеріліп, нағыз малшы болғаннан кейін ақыны көбірек аламын, сөйтіп 1-200 дирхам жинағаннан кейін кедей болса да өзіме лайық біреуді алып семья құрамын деп армандайды. Қожасы да оған жұмыс істе, жақсы істесең адам боласың, үйленесің дегенді қайталап айта береді. Мал сатушы саудагердің айтқан ақылдары жақсау, бірақ Жафар есейіп ер жетсе де көптен бері ересек бақташ істейтін жұмыстың бәрін өзі атқарып жүрсе де оны бақташтың көмекшісі ретінде ұстап келеді. Ұқыпты да қарулы жас жігітті біреулер айынтып, басқа жұмысқа шақырып жатыр екен деген алып қашты сөзден кейін ғана саудагер қинала оны бақташ етіп тағайындады. Жафардың еңбек ақысы әлі аз еді, бірақ бұрынғыдан енді 3 есе көп алатын болды. Сөйтіп бірден-ақ дирхамдар жинай бастады. Тері қапшық тауып алды да тиын-тебені соған салып, ұрлатып алмау үшін зәйтүн ағашының қуысына жасырып жүретін болды. Көп ұзамай Жафардың өмірінде тағы бір өзгеріс болды. Барған сайын байып бара жатқан қожасы енді Анаққа көшіп барып, сонда тұрғысы келді. Ептілеу деген бірнеше малшыны Жафарды қоса өзімен бірге шаһарға алып кетті. Музыкант малшы бұрын Анақта болған қожаның малын айдап барысқан болатын. Жафарға шаһар ұнамайды. Айқай-шу, әсіресе базарда тыныс тарылады. Тас төселген көшемен жүргенде үйренбегендіктен аяғын қақсайды. Қожасы екеуі керуен сарайға қонғанда түнімен қандала жеп ұйықтатпаған. Үйлердің қасында бақтары да жоқ. Алғаш рет шаһарға бара жатқанда әмір сарайын көрермін деп үміттенген болатын. Ол сарай жөнінде қыстақта түрлі керемет әңгімелер айтылатын. Сыртынан қорғанның сары түсті биік қабырғасы, пальма ағаштарының ұшы, Зейнеп бейітінің көкшіл күмбезі ғана көрінеді. Жафардың Анаққа барғысы келмеді, тіпті бармасам деп тіледі, бірақ амал жоқ, көнуге тура келді. Мал саудагері бір жақсысы шаһардың ең шетіне жайғасты. Үй іргесінде күтілмеген үлкен бақ бар, оның арғы жағында мал қоралайтын алаң бар. Сол алаңға сатылатын мал жиналады. Жас малшы бұрынғыдай біресе бақта, біресе пішен сарайда ұйықтап жүрді. Бұрынғыдай 8-9 ай бойы жалаңаш жүреді, оған үйренген. Өзіне басқаша жүруге болмайтын сияқты болып көрінеді. Бұрынғыдай таң бозынан қараңғы түскенше далада қой артында болады. Жафар бұрынғыдай жалғыз еді. Малшы болған жылдары қатуланып кектенген де қатыгез де болған жоқ. Бірақ ешкіммен шындап достасқан да жоқ. Бұрынғы жолдастары қалып қойды. Жаңа жолдастарын жақсы көріп кетуі қиын еді. Қолынан ештеңе келмейтін әлсіз кезінде малшылар, олардың көмекшілері оны ұрды. Ал жұмыстан бос кездерінде әлпештеп өсірілген нәутек момын баланы тәлкек қылды. Олар Жафардың 13 жасқа дейін ешбір тауқымет көрмей өскенін кешірмеді. Ес білгелі жақсылық көрмей құл боп өскен жетімектерге Шаштараздың баласы төре тұқымындай боп көрініп жүрді.
Сонымен жеген таяқ та, көрген қорлық та артта қалды. Енді олар Жафарды мазақ етуді қойған, одан сескенеді. Барлық қарулы адамдар сияқты ол ұрыс-керісті ұнатпайтын, сонда да басқалар оған тиісуден аулақ. Ол қимылдаса қабырғаны сындырады деп қорқып, оның сыртынан ғана кіжініп жүретін. Қайыршыдай жалаңаш, жалаң аяқ, бірақ олардан өзгеше боп есептелетін. Жафардың анақтағы күндерінің қыстақтағы күндерден ешқандай айырмашылығы болған жоқ. Ол күндіз қойшылық қызметін тыңғылықты атқарып келіп, кешке қарай із-түзсіз жоғалып кететін болды. Өте кеш қайтады. Онысына жолдастар іштей күліп жүрді. Сірә бұзақы христиан әйелін тауып алып, дирхамдарын сонда қалдырып жүрген болды-ау, деп топшылады. Олары қатеді. Жафар ондай әйелмен байланысқан жоқ. Жафар күн сайын Евфрат өзені жағына барып, әмір сарайының бағына жақындайды. Бұл ара меңіреу ну орман. Өзен ғана сылдырап ағып жатады. Өзен жағасында ырғай жиде қалың болып өскен. Жасұлан қалың жыныстың арасына кіріп алады да, құлағы сарай жақта болады. Сарайдың ер адамдарға арналған бөлігінде әр кеш сайын музыканттар, нағыз ғалым музыканттар жаттығып музыка ойнайды. Жафар ғұмырында бірінші рет элюдтің даусын естіді. Элюдтің қос-қостан 7 шегі болатын, оны қойдың шегінен есіп жасайтын, аспапты саусақпен емес, қара құс қауырсынмен ойнайтынын біледі. Бір кезде енді алада Жафарға кездескен кезде музыкант элюдтің даусы күмістей сыңғырлайды деген еді. Жұмақта сопылардың жан зерікпеу үшін періштелер элюдте ойнайды деуші еді. Сарай бағынан естілетін музыка үні шынында біресе күміс дирхамдардың әсем сыңғырына ұқсаса, біресе белгісіз құстың сайрағанына ұқсайды. Жафардың сезгені ойнап отырған музыканттың да арманы әйел сияқты. Әйелді көз алдына елестетеді. Мүмкін шындығында әйелге ойнап отырған шығар. Жақсы ойнайды екен. Малшы, өзім ешқашанда бұлай ойнай алмайтын шығармын деп ойлады. Терең де жұмбақ музыка, төрелердің музыкасы. Оны қыстақта өскен жас жігіт қаяқтан түсінсін. 8-ші бөлімнің соңы. Қадірменді тыңдармандар, егер сіздерге ертегі ұнаса, оның жалғасын төмендегі описаниедегі ссылканы басып тауып аласыздар. Қазақша каналды қолдап, лайктеріңізді басып, комментарий жазып, ертегіге подписаться етіп кетулеріңізді өтініп сұраймын.